Энергетика тек сым мен тоқ емес, оның артында күнде таңмен таласа тұрып, мекемедегі жұмыс орнындағы әрбір кірпіштің орнына келтіріп, мекемедегі қауіпсіздігіміз бен жайлылығымыз үшін тынымсыз еңбек етіп жүрген жандар бар. Бұл жөндеу құрылыс тобы. Құрылысшылар күні қарсаңда осы бір қарапайым, бірақ маңызды мамандар жайында сөз қозғаймыз. Жөндеу құрылыс тобы 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ құрылысшылар, штукатурмаляр, плотниктер, екінші топ сварщиктер, столяр-станочниктер, үшінші топ жаздың күні құрылысшыларға көмек ретінде как разнорабочий болып кетті. Бұл жердің жұмысы мына металл жабдықтарын әкелуден басталады. Біздер мына кран балкымен әкеліп түсіреміз үшуге. Бұрыштар, арматуралар, сосын осыны сеткілер жасау үшін біздер мына станокта шабамыз. Арматураны уголок шабамыз. Сосын мына жерге әкеліп сваркілейміз. Объемный заттарды осы жерде істейміз. Сосын біздерде мына жерде міне пресс ножница дейді, бұл шабатын. Сосын бер жағындағы тесетін матрицамен тесеміз нелерді. Қамуттарға. Мына жерде біздер дайын продукцияларымыз. Біздің жөндеу құрылыс тобының мамандары біздің мекеменің бригадаларының жұмысын жеңілдету мақсатында өздері ойлап тапқан жаңашылдығы болып табылады. Талдарды кесу жұмыстарымен айналысқан кезде бірнеше көлік тасымалдайды. Ол нәрсенің барлығын үнемдеу мақсатында талдарды ар жағынан кесіп, бер жағынан ұсақтап, бөлшектеп жұмысты жеңілдетеді екен. Біздер қазір токарный цехтамыз. Бізде мына жерде 3-4 станогымыз бар. Мына станок істеп жатқан оларда хамут, шпилькілер осы жерде міне ташит етеді. Қазір істеп жатқаны шпильк істеп жатыр. Это токарный станок. Цилиндрические какие-то детали можно делать. Любые растачивать, сверлить, резать. Құрметті көрермен, дәл қазір біз Асқар мырзамен оның жұмыс орнына бара жатырмыз. Біздің мекемедегі ағаш өңдеу цехындағы ең күрделі станоктардың жұмысымен бірге танысатын боламыз. Осы салада 22 істейм, 2003 жылдан бастап ағаш шебері болып кеттім осында. Сол жұмысымыз өзімізге ұнайды. Мекемеде өзгеріс болғанда келген уақыттарымызда кішкене мына станоктарымыз көне болатын. Содан келгеннен кейін осы жақсы станоктар алып берді. Содан жұмысты енді сапасы жақсы болады ғой, станоктар жақсы болғаннан кейін. Жастарға білгенімізді үйретеміз. Мұнда плотниктерге үйретіп жатырмын. Қазір де кешеде осы бір айда болды. Жаңадан плотник келді. Төп жасау, крыша жасау деген сияқты. Біз бір-бірімізге көмектесіп отырамыз. Комплексный бригада деп алдында айтылды. Сондықтан бізде мысалға тек плотник емес, мысалға ағаш болып, каменщик те болады. Сондықтан біз барлық жұмыс бір-бірімізге көмектесеміз. Сондай жұмыс жақсы, бірігіп жұмыс жасап жатыр осылай. Жұмысымыз қазір жатқан Смиттің гаражын, былай айтқан салқын гараж, холодный дейді, соны біздер қазір утеплить етіп жатырмыз. Сондықтан әлі жұмыстар жүреді, утеплительный жұмыстар жүреді. Қазір жары құлап қалған жарын қалап жатырмыз. Мына төбесін бәрін ауыстырамыз, профлиспен ауыстырамыз. Осындай жұмыстар жасап жатырмыз. Заказ беріп, іштен ворот жасап жатыр, металлоконструкцияның жігіттері. Осының бәрі. Ауа райына да байланысты. Балалар жоғарыда жұмыс жасағаннан кейін бірінші очередь техника безопасность сақтау. Мен қазір бригадир есебінде осылардың қал жағдайында сұрап тұрамын. Мысалы, біреулердің басы айналып жатқан күн іссі ғой қазір. Сол уақытта арасында перерыв беріп тұрамыз. Сағатына 1 сағаттан кейін 10-15 минут жазғы уақыттарда шамалы көріп тұрады. Сонда бұл жұмыстар төзімділікті талап етеді, иә? Әрине төзімділік талап етеді. Бұл жерде кішкене қиын жұмыстар көп түссе ғана бәрі қолмен істейтін жұмыстар тасып жатыр. Үлкен зданиялар бар, биік болады зданиялар әртүрлі бар. Осындай жұмыс дегенде оңай емес, бірақ енді істеп жатырмыз. Жөндеу құрылыс тобы тек ағымдағы жөндеулермен шектелмейді. Қабырғалар мен едендерді жаңарту, сантехникалық жүйелерді орнату, кеңселердің ішкі әрлеуі, ғимараттардың қақпасына дейін жасау осы бір жігіттердің алдынан өтеді. Жұмыстың артында тек ұқыптылық пен жауапкершілік. Жөндеу құрылыс тобының шеберлерінің қолынан өткен бұл кабинет енді жаңа кейіпке енді. Жарық, таза, жинақы, жайлы жұмыс істеуге барлық жағдай жасалған. Қарапайым, бірақ қадірлі. Бұл мамандарды тек бір мақсат біріктіреді – еңбектің абыройын сақтау.
Бүгінгі репортажымызда біздің мекеменің көзге көрінбейтін, бірақ маңызды тіректерінің бірі жөндеу құрылыс тобы жайында әңгіме өрбіттік. Құрылысшылар күні қарсаңында мамандарымызға табыс тілеп, еңбектеріне алғыс білдіреміз. Энерго отбасы бұл бір отбасы, ал бұл топ біздің отбасыға қолдау білдіретін іргетасы. Материалды дайындаған Динара Манарбекқызы, Алтынай Сүйінгарина, Әдемі Сайлаубай, арнайы Энерго отбасы үшін.